Сәлеметсіздер ме? Каналыма қош келдіңіздер. Менің есімім Қарлығаш. Бүгін біз ассорти компоттың жасалу рецептімен бөліскім келеді. Видеомды көрмес бұрын каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Ең алдымен бізге 1,5 килограммдай өрік, 1,5 килограммдай қара өрік, және 1 лимон, 1 апельсин керек, және вишня керек. Осылай жуып тазалап, бөліктерге бөліп алдым лимон мен апельсинді. Банкыны жуып тазалап, стерилизовать етіп, осылай дайындап алдым. Және әр банкіге 4-5 қара өрік, 4-5 өрік, 1 лимон, апельсин салып дайындап алдым. Және мен мята қостым. Жалбыз, сіздерде қоссаңыздар болады. Кейбір балалар мята дәмімен ұнатпайды. Мен 1-2 банкіге ғана мята қостым. Қалған банкіге қосқан жоқпын. Сіздерде солай істесеңіздер болады. Және қайнап тұрған суды осылай орташа құйып дайындап алдым. 5 минутқа тұрғызып, оны қайтадан бөлек ыдысқа құйып, бұл суды қайтадан қайнатып, қайтадан банкіге құйдым. Және 2 литрлік банкіге 200 грамм қант салдым. 3 литрлік банкі болса, 250 грамм қант саласыздар. Және осылай аузын жауып, осылай банкілерін жауып алдым. Және осылай түбінде қанты ермей қалса, осылай видеодағыдай шайқап жіберсеңіздер, қантты толығымен еріп кетеді. Қатты шайқап, банкілеріңізді шағып алмаңыздар. Дәл мен видеомдағыдай компот бассаңыздар болады. Өте дәмді болып шығады. Ешқандай банкі атылмайды, ешқандай банкі бұзылмайды. Өте қысқа, өте дәмді компот дайын болып шығады. Сіздерде дәл менің рецептіммен жасасаңыздар болады. Балалар әсіресе өте сүйіп ішетін болады.